алғаш Аманкүлді мен 1980 жылы Алтынсарин мектебінде интернатта көргем. Сол кезде кішкентай ғана басында бантигі бар, бантигі желбіреп, елгезек қыз болатын, қыз еді. Сол өзінің елгезектігімен, жаңағыдай бауырмалдықмен адамды өзін-өзі баурап алды, өзіне тарта білді. Мен сол кішкентай ғана Аманкүл сол кездің өзінде жыр шумақтарын жазып, өлең жазып, қысқа-қысқа балалық сезімдерін қағазға түсіріп, соны енді ана есебінде, әпке есебінде көрсетіп, мен пікірімді сұрап, ойымды сұрап, дұрыс еместеріне көз жеткізіп, жаңағы газеттерге мақалалар беріп жүретін. Ол да болса Аманкүлдің кішкентай кезінен талапшылдығы, жауапкершілігі үлкен. Міне сол кішкентай Аманкүл есейіп, 10-шы класты бітіріп, жоғарғы оқу орнына түсіп, ол жоғарғы оқу орнын 3-4 жылда тамамдап, қайтадан өзінің өскен ауылы Ақкөл ауылына, Алтынсарин мектебіне алғашқы еңбек жолын бастады. Ол жас болып келіп жалындап, өзімен бірге бір жастықты, жастық жігерді ала келді. Аманкүл алғырлығы сол, ол әрбір сөзін мақалдап сөйлейтін, әлі күнге дейін сөйтіп сөйлейді. Сонымен бірге жаңағы бала кездегі жазған өлең шумақтары қомақты болып, үлкейіп, қазір шығармашылыққа айналғанын естіп жатырмын. Біздің алдымыздан өтіп жатқан шәкірттеріміз, бітіріп жатқан оқушыларымыз көп қой. Олар республиканың түкпір-түкпірлерінде еңбек етіп жүр. Биік белестерден көріп жүр. Соның бірі осы Аманкүл. Сол Аманкүлдің осындай биік белеске жеткеніне мақтанамын, қуанамын, тілектеспін.